Саламатсыңар қымбатты оқушылар, құтман күніңөр менен жақшы күн, жақшы маңай қалайым. Гимназиялық компонент адабият бойынша. Гимназический компонент по адабияту сегодня. 9 айының 7-сі күнгі шембе. Сабақтың темасы дидактикалық шығармалар. Тема урока – дидактическое произведение. Сабақтың мақсаты, цель урока. Бірінші, дидактикалық шығармалар жөнінде маалымат алабыз. Получим информацию о дидактическое произведение. Екінші, сөйлеу кептерімізді жана сөз байлықтарыбызды өстірөбіз. Развиваем речи и словарный запас. Үшінші, адамдық жақсы сапаттарды баалауға үйренөбіз. Учимся ценить хорошее качество человека. Эми, өтілген тема бойынша қайталау жүргізілі, есімізге салалы. Демек, повторение по прошлой теме. Немножко будем вспоминать. Работаем вместе, балдар. Бірінші, Құрманбек қандай эпос? Какой эпос Құрманбек? Құрманбек кимдер менен болған соғышта құрман болған? С кем, сражаясь, умер Құрманбек? А Құрманбектің атасы ким? Ал қандай адам? А кто отец Құрманбека? И какой он был? Жаңыл мырза қандай эпос? Какой эпос Жаңыл мырза? Жаңыл қызға мырза деген атты кимдер берген? Кто дал имя мырза девушке Жаңыл? Жаңыл мырза түлкі мырзаны эмне үшін атып салды? Жаңыл мырза за что убила түлкі батыра? Или түлкі мырза? Акыркысы, Жаңыл мырза үшін барынан эмне күчтүү? Для Жаңыла сильнее всего. Это что? Кайталадык, балдар. Кичине эстедик бе? Эмесе жаңы темаға өтөлі. Бүгінгі жаңы тема дидактикалық шығармалар. Значит, тема наша дидактическое произведение. Бұл жерде произведение чоң тамға менен жазылып қалыптыр, қата кеткен екен. Эмесе, элдик озеки шығармалар. Значит, устное народное творчество. Элдик озеки шығармалар үчкө бөлінет, балдар. Значит, народное творчество это делится на 3 части. Бірінші, эпикалық шығармалар, эпическое произведение. Это эпостар, дастандар, уламыштар, легендалар. Уламыштар это легендалар, мифтер, жана жұмықтар. Екінші, лирикалық шығармалар, лирическое произведение. Это ырлар, эмгек, сүйүү, арман, кошок, қада, салт, ырым, жырым ырлары. Üçüncü, дидактикалық шығармалар. Бұлар мақал, лақаптар, табышмақтар, санат, насият, үлгі ырлар, жана ырым, жырым, қада, салт ырлары. Значит, дидактическое произведение это пословицы и поговорки, табышмақтар, загадкалар, санат, насият, үлгі ырлар это поучительные песни, ырым, жырым, қада, салт ырлары это стихи о обычае народа. Оказывается, есть такие стихи. И теперь мы сегодня проходим дидактикалық шығармаларды. Значит, сегодня мы из них проходим дидактическое произведение. Дидактикалық шығармалар қаншаға бөлінеді екен? Делится на сколько, балдар? Первый мақал, лақаптар, екінші табышмақтар, это загадки. Üçüncüsü болсо, бұл жаңылмачтар. Эмесе, бірінші мақал, лақаптар жөнүндө кеп кылалы. Мақал, лақаптар это пословицы и поговорки. Мақалдар, балдар, адамдарды ақыл эстүүлүккө, эл жерди сүйүүгө, илим билимдүүлүккө жана адамдык жакшы касиеттерге тарбиялайт. Демек, балдар, пословицы
Значит, балдар, поговорки воспитывают человека на умственное развитие, образованность, любовь к своему народу и к земле и хорошим человеческим качествам дейді. Емесе қарағыла, мисал келтірелі. Ападан ақыл, атадан тарбия. От матери ум, от отца воспитание. Кейінгі, жақшы уыл еліне баш болот, жаман уыл еліне қас болот дейді. Значит, хороший сын это правит народом, а плохой сын враг народа деген деп которсоқ болот екен да. Эми андан кейінгіні қарағыла. Қалп айтып пайда тапқыча, чын айтып зиян тапқан жақшы. Балдар, бұл мақалдың үндескен оқшош синонимі бар, орысшасы. Орысшасы мындай түсінсе болады екен да. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь десек болады екен да. Шундай түсінсек. Эми билим алу ине менен құдық қазғандай. Бұны қантып қотыробыз? Получать знание – это рыть колодец сикулкой дейді. Түшіндік пе, балдар? Емесе, екінші тавышмақтар. Бұлдағы дидактикалық шығармалардан екі түрі. Тавышмақтар, бұлар загадки. Тавышмақтар, балдар, адамды өз алдынша ой жүгіртуге, тапқыштыққа тарбиялайды екен. Значит, тавышмақтар это загадки, да? Воспитывает человека смышленности и находчивости дейді, да? Емесе, мисал келтірелі, пример. Эртең менен 4 буттап басат. Түшті 2 буттап басат, а кечінде 3 буттап басат дейді. Перевод какой будет? Анда утром на 4 ножках, в обед на 2 ножках, вечером на 3 ножках дейді. Это загадка. Астын қарағыла, бұл емне жөнінде айтылғанын білесіңер. Ол жаш бала, чоң киши, қары адам. Жаш бала это ребенок, чоң киши это взрослый человек, қары адам это старый человек. Üçüncü мақалды қарайлы. Асты таш, үсті таш, ортосында бышқан аш дейді. А сверху камень, снизу камень, посередине еда дейді. Бұл емнекен? А бұл өріктің дәнегі. Өріктің дәнегі косточка. Эми лантавы сантанары жаңылмачтар. Бұл скороговорки. Жаңылмачтар тил жатықтырат, сөздерді тақ қайтып шар жана тақалбай айтуға үйретеді екен. Мұны қантеп орысша қотыробыз, түсінеміз орысша. Скороговорки учат нас быстроте и правильному произношению слов десек болот окшойт дебетеси. Эмесе мисал келтирели. Кичине казан кырмычык кырып жедим тырмышып. Чоң казандан кырмычык тойо жедим тырмышып. Мен жай айттым. Эми кантип тез айтып көрөлү? Кана кичине казан кырмычык кырып жедим тырмышып, чоң казан кырмычык тойо жедим тырмышып. Мындан да тез айтса болот. Демек, бул эмнекен? Жаңылмач. Кийинкини карагыла. Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак дейт. Буну кандай которсок болот? Үстүңкүсүн которбагыл, которал, түшүнөсүңөр менимче. Демек, белому чайнику синий крышка, синяя крышка, да? А көк чайнике ак капкак, синему чайнику дейт, белая крышка десет. Шундай да, мисал үчүн которсок. Эмесе карагыла. Эми тез айтып көрөлү да, силер дагы байкап көргүлө. Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак. Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак. Тез айтып көргүлөчү, шуну. Түшүндүкпү, балдар? Демек, булар жаңылмачтар экен. Эми карагыла, китептер турат. Бул эмне болгон китептер? Что за книги это?
Манас, значит, қайсыға киреткен манас эпос эпикалық шығармаларға. Қырғыздың мақал лақаптары, пословица, поговоркалар қайсыға дидактикалық шығармаларға киреткен. И жұмоқтор, эпостар сияқты өле, бұл дағы эпикалық шығармаларға киреткен. Біз ішіне китеп жөнінде малымат бердік. Эмесе, үйге тапшырма алалы. Үйге тапшырма. Өтілген теманы жақшылап оқуғыла, дептерге жазғыла дейді. Внимательно читайте тему нашу новую. Пишите в тетрадь. Екінші, мақалдардан 5 мақал, табышмақтардан 5 табышмақ, жана 2 жаңылмачтап жазып келгілі. Найдите 5 пословиц, 5 загадок и 2 скороговорки. И запишите в тетрадь. Балдар, түшіндік бүй тапшырманы. Әлемі өтілген тема сілерге бүгін түшінікті болды ғой. Егер түшінікті болса, барыңарға рахмат айтқым келеді. Емесе, кейінгі сабаққа чейін көрішкенше.